dostlarımda olan en жақсылыққа тастасам. Bir dostlarına koymaydı var. Dostlarım gelişine yuxtab alayım. Осылайша аң патшасы арыстан өзінің достары келгенше ұйықтап алуға жатады. Сол кезде балалар орманның ішінде шиқ-шиқ етіп тышқан жортып кетіп бара жатыр екен. Осылайша аң патшасы арыстан тышқанды босатып жібереді. Тышқан өзінің достарын іздеп орман ішінде күнде кезіп жүріпті. Достарын әбден іздеген тышқан әбден қарны ашып қақшырақ шаршайды. Келесі күні тышқан өзінің жемтігін іздеп орманда жүріпті арыстан. Аң патшасы арыстан өзінің жемтігін іздеп келе жатады. Осылайша аң патшасы арыстан аңдардың құрған тұзағына ішіндегі тағамын алып жеймін деп торға қалай түсіп қалғанын өзі де білмей қалады. Осылайша аң патшасы арыстан тордан қалай шығуын білмей олай бұлқынады, бұлай бұлқынады, бірақ тордан шыға алмапты. Жан-жағынан көмек сұрайды. Сол кезде балалар арыстанның даусын алыстан қасқыр естіп қойыпты. Қасқыр аң патшасы арыстанға көмекке келеді. Осылайша қасқыр арыстанға көмектеспекші болады. Әрі тартады, бері тартады, бірақ тордан шығара алмайды. Осылайша қасқыр арыстанға көмектесе алмайды. Қасқыр барып аюға хабар береді. Маң-маң басып, там аю шығады. Отырып көрсеңдер, отырсаңдар, екеде
Осылайша аю арыстанға көмектескісі келіп, торды әрі тартады, бері тартады, бірақ көмектесе алмайды. Hambatçaz aslan ben sizge kömek tasamam. Hatlı bir kömek çakılamam. Yarayın, tez şahur. Арыстан тордан шыға алмай әбден ашуланады. Сол кезде балалар, бағанағы арыстан жемей босатып жіберген тышқан орманның ішінде жортып кетіп бара жатыр екен. Тышқан тордағы арыстанды байқап қалады. Осылайша тышқан торды тісімен жіптің барлығын үзіп, аң патшасы арыстанды тордан құтқарып алады. Арыстан қатты қуанады, өзі тордан босап шығады. Осылайша балалар, аң патшасы арыстанды балалар не құтқарып алды? Тышқан құтқарып алды. Балалар, көрдіңдер ме? Арыстан тышқанды жемей босатқан еді, ертегінің басында. Ал соңында сол өзінің жақсылығының пайдасы тиді, балалар, көрдіңдер ме? Ешкімге жамандық жасауға, қастандық жасауға болмайды екен, бір-бірімізді жақсы көріп, бір-бірімізбен дос, мейірімді болу керек екен. Балалар, ертегі сендерге ұнады ма? Ендеше, арыстан мен тышқан ертегісінің кейіпкерлерін ортаға шақырамыз. Арыстан рөлін керемет бізге сахналап берген Сенібек Мансұрға қошемет көрсетіңіздер. Тышқан рөлінде Мақсат Серікжанға қошемет көрсетіңіздер. Өте керемет тышқан рөлін Мақсат Серікжан жарайсың. Қасқыр рөлінде Абдухакимжан Рашидке қошемет көрсетіңіздер. Керемет Рашид жарайсың. Керемет өзінің актерлік шеберлігін көрсетті, балалар. Аю рөлінде Мақсұтов Әлиге қошемет көрсетіңдер, балалар. Әли де сіздің аюдың рөлін, балалар, сендерге керемет көрсетіп шықты, жарайсыңдар, балапандар. Өнерлерің өрге жүзе берсін. Бұдан да керемет ертегілерді балалар сахналай беріңдер, жарай ма?